Құрметті оқушылар, сөздердің байланысу тәсілдеріне тоқталғым келіп отыр. Бүгінгі меңгеретініміз сөз тіркесінің түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері. Толық мағыналы кемінде екі сөздің өзара сабақтаса, бірі екіншісіне бағына байланысуын сөз тіркесі деп атаймыз. Бағыныңқы сыңары бірінші тұрады, басыңқы сыңары екінші тұрады. Темір, балға. Келесі. Ал мына кестеден сөз тіркесінің екі түрі болады екен. Есімді тіркес, етістікті тіркес. Яғни басыңқы сыңары есім сөздерден. Киім, құмар, ыңғайлы. Ал басыңқы сыңары етістіктен болса, ол етістікті тіркес болып табылады. Сөздердің байланысу түрлері 5-ке бөлінеді. Матасу, меңгеру, қабысу, жанасу, қиысу. Бұл 5 сөз тіркесі бір сөйлемде де кездесуі мүмкін. Қиысуға тоқталайық. Қиысу. Бұл бастауыш пен баяндауыштың жақ-жағымен байланысқан түрі. Мысалы, мен бірінші жақта байланысып тұр, айтамын баяндауыш. Сен айтасың екінші жақта. Ол айтады үшінші жақта байланысып тұр. Демек, жақ-жағымен байланысып тұр. Тағы да бір айта кететін нәрсе, баяндауыш тек қана етістіктен бола бермейді. Мысалы, Айжан оқушы. Байқап отырсыңдар ма? Оқушы зат есімнен болып тұр баяндауыш. Бастауыш, баяндауыш екеуі атау тұлғадан келгендіктен арасына сызықша қойылады. Бұл да қиысудың үлгісіне жатады. Екінші байланысу түрі матасу. Матасу ілік септігі. Мына қараңдар. Ілік септігі мен тәуелдік жалғауы кездессе, бұл матасу болады екен. Ілік септігінің тіркескен кезде тәуелдік жалғауы бірге жүреді. Досымның дәптері. Менің кітабым, яғни ның, нің, дың, дің, тың ілік септігі арқылы байланысады екен. Мысалы, елбасы жолдауы деген тіркес тұр. Елбасының дегенде ның жасырын тұр. Олай айтсақ та болады. Елбасының жолдауы деп айтсақ та болады. Кей кезде ілік септігі түсіріліп айтылады екен. Яғни ілік септігін қажет ететін тіркестер матасу болып табылады екен. Осы меңгеру. Басқа 5 септіктің бірінде тұрады. Барыс септік. Мектепке бару. Малды табыс септігі. Күту. Яғни барыс, табыс, жат, шығыс, көмектес септіктердің бірінде тұрса, яғни меңгеру болады екен. Елге құрмет, адамды құрметтеу, табыс септігінде тұр. Жанармен сөйлесу, көмектес септігінде тұр. Ауылда тұру, жат септігінде тұр. Байқап отырсыңдар ма? 5 септікте тұрған сөз тіркестерін меңгеру деп аталады. Баяндауыш тек қана етістіктен болмайды. Жаңа құрмет, құрметтеу деген кей кезде есім сөздерден болады. Яғни барыс септіктері мен есім сөздерде тіркесе береді екен. Келесі, қабысу. Қабысу бұл жерде ешбір жалғау болмайды. Бірақ жұрнақ болады екен. Сөз бенен сөздің ешбір жалғаусыз, іргелес орын тәртібі арқылы байланысқан түрін қабысу дейміз. Міне, мысалы, тәуелсіз ел, басыңқы сыңар, бағыныңқы сыңар. Сіз деген жұрнақ арқылы байланысып тұр. Бейбіт өмір, екі дос, арайлы астана, білімді оқушы. Мінекей, бұлардың барлығы жұрнағы бар, жалғауы жоқ, кейбіреуі түбір күйінде жұрнақсыз байланысып тұр. Екі сөз ешбір жалғаусыз іргелес тұру арқылы байланысып тұр. Мұндай байланысу түрін қабысу дейміз.
Тағы осы жерде айтып кететін нәрсе, басыңқы сыңарға ерекше назар аударамыз міне. Басыңқы сыңарлар. Астана, дос, ел, ешқандай етістік жоқ. Басыңқы сыңарлар тек есім сөзден болып тұр, етістік жоқ. Мысалы, тәуелсіз ел дегенді ел тәуелсіз деп айта алмаймыз. Яғни орнын ауыстыруға болмайды. Жанасу. Жанасу бірде іргелесе, бірде алшақтық байланыс болады. Мысалы, бүгін айтты деген тіркесте іргелесе байланысып тұр. Егер бүгін Жан апай жиналыс болатын айтты десе, алшақтық байланыс бар. Айтқан соң ұқты дегенде соң шылау арқылы байланысып тұр. Ел үшін еңбек ету, шылау арқылы алшақтық байланыс. Ал әдейі келу дегенде іргелесе байланысып тұр екен. Тапсырма. Тест сұрақтарын өз беттерінше орындаңдар. Келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Төмендегі мәтіннен сөз тіркестерін ажыратып, сөздердің байланысу түрлеріне мысалдар теріп жазыңдар. Сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланыс ретінде жазыңдар. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.